Адамның санасы қаншалықты төмен болса, ол мұрнын соншалықты аспанға шүйіреді. Өмір сүрудің екі заң білген адам бақытты болар. Бірі, не болса соны жей бермей, азығына талғаммен қарайтын жан. Бірі кім болса сонымен дос болмай, айналасындағы достарын жөнімен таңдай білетін адам. Бөтенге шексіз сеніп қалудан сақтан. Дос деп құрмет тұтып жүрген адамның өзі сені сатып кетуі мүмкін. Жұрттың бәріне бірдей дос болам дегендер ешкімге де дос бола алмайды. Өмірде дана секілді сүргін келсе, екі басты қағиданы жаттап ал. Әр нәрсені жегенше аш қалған дұрыс, әркіммен өмір сүргенше жалғыз болған дұрыс. Ақымақпен достық құрып жетіспейсің. Дананың берген оң қабылда, ақымақтың қолынан алтын алма. Әрекет етпей арманға жетуді ойлау, егін екпей оны жинаумен тең. Маған адамның кедейлігі емес, оның ойы мен жанының кедейлігі қынжылтады. Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Бәрін түсіндіруге болады, бірақ бәрін емес. Тек бізден нашарлар және бізден жақсылар біз туралы жаман ойлайды, олар бізді ойламайды. Біреуге ясы сені оның қолына өз еркіңмен өткір қанжар ұстатқаның, лыпып тұрған қанжармен ол сені қорғауы да мүмкін, бауыздауы да мүмкін. Әдемі сөйлеген адамға сенбе, оның сөзінде әрқашан ойын бар. Үнсіз әдемі істер жасайтын адамға сеніңіз.